аталады. Мына жерде 12-ге дейін тұрған сандарға баланың ат жөнін жазасыз. Ат жөнін жазғаннан кейін стартты бассаңыз, кез келген адамды таңдап береді. Оқушыларды топқа бөлуге, сұрақ қоюға, сосын кездейсоқ жаңағы үй тапсырмасын сұрауға, немесе шыққысы келмей отырған баланы сұрауға жауап беруге болады. Одан кейін Genially платформасы. Бұл жерде сіздер әртүрлі тақырыптарға арналған қызықты ойындар, дайын шаблон алсаңыздар болады. Топқа бөлген кезде топтарға қандай ойын алғыңыз келеді, тақырыбын жазасыз, сосын ала бересіз. Одан кейінгі Sketch платформасы. Енді бұл жерде оқушылардың салған суреттерінен анимация жасауға арналған платформа. Бұл жерде Қытай тілінде енді перевод жасауға болады, язык ауыстыруға. Келесі барлығымызға белгілі Learning Apps платформасы. Бұл жерде де әртүрлі тақырыптарға арналған дайын ойындар, шаблондар бар, және де сол тақырыпта өзіңіз жасап алсаңыз да болады. Сәйкестендіру, суретті тап деген сияқты платформа. Classroom Screen платформасы. Бұл платформада онлайн тақта, бұл онлайн жұмыс дейді. Тақтаға әртүрлі жаңағы нелерді, соңғы бекіту тапсырмасын, сосын рефлексия, немесе уақыт шығарып қоюға, уақыт болды деген сияқты ескертулер жасауға осындай онлайн тақта. Одан кейін Bamboozle платформасы. Bamboozle платформасында дайын ойындар да бар, топтық ойындар бар, сосын өзіңіз жасап алсаңыз да болады. Одан кейін Kahoot платформасы. Бұны балалар телефонмен орындайды. Тез жылдам жауап беру арқылы сабаққа деген қызығушылықтары оянады. Одан кейін Education City платформасы. Бұл бастауыш сыныптарға арналған түрлі тақырыптағы ойындар платформасы. Ішінде дайын ойындар бар бастауыш сыныпқа арналған. Сол туралы пайдаланасыз. Canva бәрімізге белгілі. Бұл жерде презентация жасауға болады, немесе әртүрлі жаңағы дизайнда баннер, слайд жасауға болады, және де ішінде поискке терсеңіз, кез келген сабаққа көрнекіліктер тақырыбыңызды жазсаңыз шығады. Одан кейін Wordwall платформасы ең оңай әрі танымал, бұны білеміз. Бұл жерде Google-ға жазсаңыз да тақырыптарын, мысалы кез келген тақырыпты жазсаңыз, Wordwall платформасындағы дайын ойындар шығады. Өзіңіз әрі қарай құрастырсаңыз да болады. Quizlet платформасы. Quizletте бұл жерде жазу, сөйлеу, тыңдау, мысалы бір ағылшын тіліне пайдалансақ, сөздік жаттауға сөздің беріп, переводымен бересіздер. Padlet платформасы. Бұны да белгілі, жаңа тақырыпты түсіндіруге, орындауға арналған қызықты платформа. Келесі бізде QR код жасай алмасаңыз, осылай берген мына жерге ссылканы қоямыз. Содан кейін создать QR код десек, сабаққа қажетті пайдалануға жаңа тапсырманы айналдырғымыз келсе, осы платформаны қолданамыз. Одан кейін ClassJojo платформасы. Ойын түрінде оқушылар өздерінің сынып ішінде кейіпкерлерін жасайды. Және де Puzzle платформасы. Жерде кез келген суретті сабақ барысында жаңа тақырыпты ашу үшін мына жерге загрузить изображение дейміз. Бұл жерде пазл жасап береді осы жерде платформада. Осы егер де жеке түсіндіру қажет болса, менің видеома лайк басып